Мен Абдрахимова Балауса Мұхтарқызы. Алатау қаласы Жаңаталап ықшам ауданы номер 52 орта мектебінің тарих пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Педагогикалық өтілім 2 жыл. Педагогикалық ұстанымым. Қазақ елі үшін аянбай тер төккен Дінмұхамед Қонаев атамыздың қанатты сөзі. Өмірдің екі тірегі. Үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Зергердің еңбегінің жемісі әдемі әшекей бұйымдары болса, ұстазды ұлы ететін оның білімді, тәрбиелі шәкірттері. Бәйгеден оза шауып, мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік келген шәкірт ұстаздың еңбегінің нәтижесі. Өз шәкірттерімнің мектеп абыройын асқақтатып, аудандық, облыстық, республикалық конкурстарда жүлделі орындар иеленгенін көргенде қуаныштан төбем көкке жетеді. Жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Біз қазір үйретуден жалықпайтын нағыз қызу кезеңдеміз. Парасатты ұрпақ тәрбиесі менің қолымда екенін жақсы түсінемін. Сондықтан да мен уақытымды босқа өткізбей, әркез ізденуді жөн көремін. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының барлық қазақ баласы оқуы керек деген арманы қазіргі сәтте орындалып отыр. Ендігі жерде біздің алдымызда барлық қазақ баласын білімді ету деген ұлы мақсат тұр. Сол мақсат жолында мен де білім деген теңізге тамшыдай үлес қоссам, ұстаздық миссиямның орындалғаны. Ұстаз тұтас ұлтты тәрбиелейтіндіктен жай ғана мұғалім болу жеткіліксіз. Саналы, бәсекеге қабілетті, өнер білімге құштар шәкірттерді тәрбиелеу үшін, қазіргі заманға лайық мұғалім болу үшін білімді, сонымен қатар адалдық, әділдік деген қасиеттер әркез бойымыздан табылуы тиіс. Ол үшін мұғалім рухы таза, ой-өрісі биік, ұлты мен отанының болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі жылы, көңілі дархан адам болуы тиіс. Өз еңбегімнің табысты жемісі әрдайым жаңа белестерге жетелейді. Жер бетінде мың түрлі мамандық бар. Ішіндегі ең аюлысы мұғалім. Өз кәсібіңнің маманы болу үшін теория